Тәуелсіздік мерекесінің 30 жылдығына орай шамалғаннан бастау алған елбасы жолы экспедициясы Теміртауға да келді. Экспедиция құрамына ел үміті бастамасының ең үздік жастары енгізілген. Елбасы жолы экспедициясына шығу мақсатымыз қазіргі таңда еліміз бойынша өтіп жатқан ауқымды жоба елбасы медалінің иегерлеріне елбасының жүріп жеткен өткен жолдарының бәрін көрсетіп, көзбен көрсетіп, оларға оқығаннан бөлек сондай тәлім тәрбие беру, үлгісін көрсету елбасының жүріп өткен жолдарының. Елбасы медалі демекші, аталмыш медальдің жастар үшін пайдасы зор. Ол Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен құрылған ұлттық жоба. Бұл жобаға 14 жастан 29 жасқа дейінгі өр мақсатты жастар қатыса алады. Осы елбасы медалін алғандардың арасында бір артықшылық, оларға Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындарына гранттар бөлінеді. Қарағанды облысынан қазіргі таңда 23 түлекке, енді студенттерге сондай гранттар берілді. Енді елбасы жобасының мақсаты осы өңірлердегі қалалардағы ең үздік, ең жақсы оқитын сондай жан-жақты белсенді жастардың басын қосып, бір интеллектуалды сондай алаң оларға жасау. Сол жерде олар түрлі дағдыларға үйренеді. Айта кетейік, Қарағанды облысы бойынша елбасы медалі бағдарламасын іске асыру кезеңінде 134 қатысушы қола медальға ие болған. Қазіргі уақытта аймақ бойынша елбасы медалі бағдарламасына 200 адам қатысуда. Биыл 100 қатысушы қола деңгейді аяқтауға үміткерлер қатарында. Ақтөбе қаласынан келген оқушы қызымыз елбасы медалінің пайдасы өзіне зор болғанын айтады. 6 ай жұмыс істедік, яғни 6 ай бойы тапсырмаларды орындадық, 7 бағыт бойынша. Яғни соның нәтижесінде қазіргі таңда амбассадормын және де елбасы медалінің қола медаль иегерімін. Жалпы негізі бұл медаль үшін қатысқан жоқ, мен өзім үшін қатысқан болатын. Яғни алдағы уақытта ол маған керек. Мәселен, жаңағы 7 бағыт айта кететін болсақ, соның бірі волонтерлық бағыттар, мен дағды бағыты. Яғни ол өзім үшін керек, өзімді ары қарай дамыту үшін, өзімді ары қарай ашып, өзім алдыма мақсат қою үшін керек болған. Яғни осы мәселен дарын мен дағды бағытында біздер мобилография болатын болса, мобилографиямен мен ары қарай айналысып, камераның алдында қалай еркін сөйлеуге болады, камераның алдында қалай сөйлеуге болады, яғни қалай камерамен жұмыс істеу керек деген нәрселерді біздер ары қарай осылай дамытып, өзіміздің алдымызға мақсат қойған болатынбыз. Бұл экспедиция арқылы жастардың шығармашылық байланыстары нығайып, ой өрістері кеңейет. Іс-сапар барысында қалаға келген қонақтар тұңғыш президенттің тарихи мәдени орталығын аралап, елбасының өмірімен қолданған заттарымен танысты. Ақерке Балқыбекова, Сергей Баданин, Теміртау жаңалықтары.